Ассаламу алейкум, Асхабы Суфа каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің 4-ші сабағымыздың тақырыбы идғам мағал ғунна. Мағал ғунна дегеніміз ғунналы идғам дегенді білдіреді. Идғам дегеніміз бір әріпті келесі бір әріпке кіргізіп жіберуді айтады. Ал ғунна дегеніміз мұрын қуысынан келетін дыбысты ғунна деп айтады. Ғунналы идғам әріптер төртеу: яй, мим, нун және вау әріптері. Бұны былай жаттап алсаңыз болады. Ям, ну деп жаттап алсаңыз болады. Ям, ямну. Ямну әріптері, яғни ғунналы идғамның төрт әрпі бар. Яй, мим, нун, вау. Біздің алтын қағидамызға сәйкес фатха танвин, касра танвин және дамма танвиннен кейін немесе сүкінді нуннан кейін мынау төрт әріп келсе, бағанағы яй, ми, нун, вау әріптері келетін болса, онда нун мен танвиндерді идғам мағал ғунна деп айтамыз және бұларды ғуннамен оқитын боламыз. Бұның үкімі уәжіп. Мысал келтіретін болсам, мин мәлин. Міне сүкінді нуннан кейін мим әріп келіп тұр. Сүкінді нунды мим әріпіне кірістіріп оқимыз. Нун оқылмайды. Мим мәлин. Мим мәлин деп оқимыз. Мин нәрин деген сөз бар Құранда. Мин нәрин. Мынау нунды нунға кірістіріп, яғни шәддел ұқсатып оқимыз. Одан кейін бұның үкімі уәжіп. Яғни бұлай мин мәлин деп оқып кете алмаймыз. Осылай мим мәлин деп оқуымыз, яғни нунды мимға айналдырып оқуымыздың үкімі уәжіп. Тағы да мысалдар келтірейін танвинге байланысты. Міне дамма танвиннен кейін мим әріп келіп тұр. Демек, мынау танвинді мимге кірістіріп және ғуннамен оқимыз. Ол қалай болады? Құр'анум мәжид. Яғни біздің танвиніміз, дамма танвиніміз ун деп оқылатын болса, біз бұны деп ұстап оқимыз. Құр'анум мәжид. Құр'анум мәжид. Біздің ережемізде сүкінді нун мен нуннан кейін мына әріптер келетін болса, біз идғам мағал ғунна болады дедік. Бірақтан исключение, яғни бұндай болмайтын да жағдайлар бар. Ол төрт сөз бар. Ол сөздерді жаза кетейін. Дүния. Мына сөз, төрт сөзде идғам мағал ғунна болмайды. Қалай жазылып тұр, солай оқиды. Бұл төрт сөз жаттап алсаңыздар болады. Син уә нун. Міне сүкінді нуннан кейін вау келіп тұр, бірақ си уә нун деп оқымаймыз да. Қалай жазылып тұр, солай оқимыз. Син уә нун, қин уә нун, буния нун және дуния. Ал қалған жағдайлардың бәрінде танвин мен танвиндерден кейін немесе сүкінді нуннан кейін мына төрт әріптің біреуі келсе, идғам мағал ғунна жасап оқимыз. Және бұның үкімі уәжіп. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Және де Құраннан идғам мағал ғуннаға байланысты 2-3 мысал жаза кетіңіз.